Саламатсыздармы көрермендер. Нөмір 2 бейнебаян сабағы. Бұл сабақтың мақсаты аккумулятор батареяларын тоқ күшін және тоқ кернеуін вольт және амперді тексереміз. Және де өздеріңіз көріп отқан сымдардың үзілгенін, не үзілмегенін, жұмысқа жарамды жарамсыздығын біле аламыз. Ең бірінші біз тоқтың кернеуін тексереміз, яғни вольт. Оны тексеру үшін ең алдымен оң жақтан санағанда екеуіне тығамыз, яғни бұл вольт тексеру үшін арналған болып келеді. Бірліктерімізді тұрақты 20 вольтқа қоямыз, яғни оны сыртында көрсетілген 6-9 вольт көлемінде шығарады, яғни біз оны көбірек аламыз. Оны тексеру үшін де тексереміз. Ал кеттік. Өздеріңіз көріп отқан минус және плюс тоғын аккумуляторының минус плюс тоғына тигіземіз. Өздеріңіз көріп отқандай 5 вольт шамасында шығарып тұр. Яғни негізі нашарлау деген сөз. Өйткені сыртында жазылу бойынша қазір көрсеткіші нашарлау көрсетіп тұр. Ал келесі аккумуляторды көретін болсақ, ол аккумулятор батареясы 6-16, яғни бірінші аккумулятор батареясына қарағанда жақсырақ болып есептеледі. Аккумулятор батареясының көбінесе қуаты барын және жұмысқа жарамдылығын ампер бірлігі арқылы біле аламыз. Яғни амперге қоямыз. Біз ампердің ең үлкен шамасынан бастап тексереміз. Біз қызыл сымды, яғни 20 амперге қойған жағдайда тұрақты. Біз қызыл сымды 20 ампер тесігіне тығамыз. Және тексереміз. Егер ампер аз болған жағдайда аккумулятор батареясы ішінде энергиясы бітті, немесе жұмысқа жарамсыздығын біле аламыз. Яғни өздеріңіз көріп отқандай 0,30, яғни ол нашар деген сөз. Өйткені ол аз ампер бөліп тұр. Ал екінші аккумулятор батареясын көретін болсақ, яғни 4-тен жоғары, яғни бұл аккумулятор батареясы жұмысқа жарамды, әлде жұмыс істеуге болады. Бірінші көрсеткен аккумулятор батареясы енді жұмысқа жарамсыз болып есептеледі. Келесі тексеретініміз, яғни біз сымның үзілгенін, үзілмеген білуге болады. Яғни біз оған дауыс белгісіне қоямыз. Және де біз сымымызды бұрынғы орнына ауыстырамыз. Ең бірінші сымның екі бұрышына, егер дауыс белгісі шыққан жағдайда сымның үзілмеген білеміз. Ал дауыс белгісі шықпаған жағдайда ол сым үзілді деген сөз. Өздеріңіз көріп отқандай дауыс белгісі жоқ, яғни бұл сымның бір жағында үзілген жері бар екенін білеміз. Түсінікті. Ал екіншісін көретін болсақ, ал көрейік. Яғни дауыс белгісі шығып тұр. Яғни бұл сым жұмысқа жарамды, ортасында үзілген жері жоқ деп есептеледі. Бүгінгі сабағымыз осы. Көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта біз резисторлар, яғни кедергілерді тексеру және де осы сақтандырғыш, яғни предохранительдерді тексеруді және де өзіміз қолданып жүрген үйдегі тоқтың кернеуін және фазаны қалай білу керегін өтеміз. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.